Әз Наурыз атты мерекелік шарамызды ашық заманауи діндермен көптеп Наурызым қайта оралды атаңы. Қонатын күн, дағын қағатын күн, бүгін жаңа көктем лебескен, бұл кезеңде күн менен түн теңескен, сан ғасырлық ата-баба көкте күннің құлы болған, көк бөрінің ұлы болған жақсы ауылының жігіттеріне ассалаумағалейкум деп қояйыншы. Жырлардың айқынасып жоталарын мен бүгін әу сөзіммен оталамын. Ассалаумағалейкум деп едім ғой, бір түрлі қарадыңдар чота бәрің. Ассалаумағалейкум деп жатырмын ғой, уағалейкум болсын шапалағым. Алейкум, көршім қалайсың? Уағалейкум ассалам көрші. Қалайсыз? Жайлап, айныңыз құтты болсын. Келіңіз, төледіңіз, жайғасыңыз. Ассалаумағалейкум. Қойды olan үйі осы ма? Уағалейкум ассалам, иә, осы үй? Иә. Қош келдіңіздер, жайғасыңыздар. Рахмет, төрімізге шығыңыздар. Біздің үйде қыз бар, біздің үйде ұл бар. Екеуінің көңілдері жарасқан екен. Сол сіздің қызыңызға салт дәстүр бойынша құда түсіп, сырға салмақ ойымыз бар. Өзіңіз не дейсіз? Рұқсатыңызды беріңіз. Бұл тосыннан келген жайт екен. Бұндай болады деп ойламаппын. Өздеріңіз қай жақтың тумасыздар? Таныстыра өтсеңіздер. Мынау қасында отқан өзімнің інім, ар жағында отқан оның жолдасы, келінім, аты Жанар, Атырау жақтың тумасы. Оның бер жағында отқан өзімнің құдай қосқан жарым Күләнда, Қарасудың тумасы, руы Беш. Байдолла, кішіңіздің руы Қызылқұрттан болам. Менің құдай қосқан жарым мінекей Гүлбану. Менің ақжалықты анам мінекей Марифа. Кенже қызым. Қызымды бір жағынан қимаймын. Екі жас енді бір-бірін тауып бақытты боламыз деп жатса, оған қалай қарсы шығамыз? Енді қыз жарт-жұрттық демей ме? Қызымыз енді сіздің үйден бақытын іздеп келді. Рахмет. Ал енді көп уақыт созбай ата-бабамыздың істеп келе жатқан салт дәстүрі бойынша қызымызды көріп сырғасын салып, салт дәстүрді тезірек бастап кетейік. Әулетке үлгілі, жақсы келін болады деп сенеміз. Осы біздің әулетке келіп, тастай батып судайсың, менің атынан алып кететін жақсы келін бол деп тілейміз. Сырғалым атанып жатқаның құтты болсын. Тек бізді жақсы атпен әулетті алып жүретін ақ келін болып жүре бер дейміз. Сәрсенбай ағамыздың жағынан келген дәм бар екен, қарсы алыңыздар. Дәм, қазақпайский. Мынау біздің қоржыннан құдамызға деген әкелген шапанымыз. Үлкен құдағайымызға келген сый апатымыз. Күлбану құдағайымызға арналған сый апат. Біздің үйдегі құда бала. Келіндерімізге бір сый апаттан беріп жіберіңіз. Сәрсенбай ағамыздың атынан 5 мыңнан 2 келін Байдолла ағамыздың келіндеріне құрмет шапалақпен отырайық ағайын. Ата-бабамызды жақсы жүргізіп келген бағам
енді құда тағы да сол кәдені өзім сізге мына мен осы үйдің көршісі боламын, Құбайдылардың көршісі боламын. Екеуміздің көрші болып, мінекей көрші тұрып жатқанымызға мінекей 15 жылдай болды. Тапса осындай, ол осынау Наурыздың арқасы, ұлыс күнінің шапағаты осындай. Ал мына Наурыз мерекесі құтты болсын, ақ мол болсын, жылдан жылға осылай қуаныспен, шаттықпен жете берейік. Наурыз құтты болсын, мейрам құтты болсын. Құбайдыларымыздың ал қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Мына бүгін біздің Серківтер әулетіне Құдай қонақ болып келе жатқан екенсіңдер. Астана отырыңыздар. Бүгінгі мейрамымыз Наурызбен тұспа-тұс келіп қалып жатыр. Қазақтың асаудан ұлта құданы Құдай қосады дейді. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық дейді. Бізде Құдай қосқан құда болып жатыр енді. Сәке, екі жас бақыт. Бақытты бол, бағың ашылсын, әр күнің шаттыққа толсын. Босағаңа